Салам алейкум баршаға, кеш жарық. Басқаларым қосылсын, бастаймыз кейін. Меніңше бастасыған болады. Хаммесі ескертілген, алдын ала хаммеге айтылған. Бірінші нөбетті даусым тексеріп аламын, сонда комментарийда жазып қалдырыңдар, даусым жақсы естіліп жатыр па? Так, түсінікті. Онда бастаймыз. Және бір мәрте хаммеге ассаламу алейкум, құрметті оқушылар. KPI-лар қалай? Саудада бар оқушылар болатын болса, сауда процестері қалай өтті? Реал базарға жандасу қалай болды? Сіздерде қалай кешіп атырыпты, жазып қалдырыңдар. Демо аккаунт ашып, сауда істей берсеңіздер болады деп айтып өткен едім. Ашқалар бар ма, істеп атқалар бар ма? Қараңызда.
Болмаса тек сол сабак менен калып кеттиңерби? Даусым естилип атпайбы? Неге эч ким жазбайт? Жакшы. Сонда сабакты үйрөнүп болгом жок. Үйрөнүп болгон соң кремариялык содага дейт. Ал да жакшы. Мурат ага бөлүнүп келип аткан болсо бир кирип чыгын. Иштеп аткан окуучуларда калай болуп атат сабалар? Минус, плюс. Мисалы силерге азыр 10 күн такрарлоо бердим го. Аны сол такрарлоодо максаттуу тартипти пайдаланып, сонун баардыгын бир меңгере алган окуучулар болдуму? Сол 10 күндүн ичинде. Ким нечинчи сабакка келди, ким нечинчи сабакка чейин үлгерө алды? Неге Сайра апа сиз 7-нчи сабакта жүрсүзбү? Башкалар да эстип атыргалар, актив болуп катнашсаңар процесске, индемей отура берместен. Мен суроо берип атырмын, жооп бериңер ар кайсыңызга, тийиштүү бул суроолордун баардыгы. Сиз ушул курста катнашкансызбы? Сиз ушул курста билим алдыңызбы? Устаз деп жамбасып атырсыздарбы? Демек, суроого жооп берип, актив катнашуу керек. Арланып соромаган өзүнө залым деген гап бар. Мен силер кандай халатта экениңизди билүүм үчүн сурап атам бул суроолорду. Бекарга убактыңызды алып отуруу үчүн эмес. Себеби бир жумак сыпатында шөлкеместирип атам бул лайв чатты.
Түсінікті. Так, онда давам етеміз. Қандай жағдайда екенліктеріңізге ләжі барынша мүмкін қадар алақылап алуға харекет еттім. Хамеде елі сабақларыңызға, айырымларыңызда бұл процесті жақсы меңгеру болатқан болса, елі қайсыдырларыңыз елеге шекем уақыт ажыратуды қиыншылық түске өріп алып тұрған екенсіздер. Енді достар, har bir narsening o'zining boshlanuvi и жұмақлануының хаты болады. Ол любой нәрседе бар. Өмірімсам әне сондай шекленген мүддетте ешкім бұл өмірде мәңгі жасамағандай бір нәрсені біз мәңгі ұстап кете алмаймыз. Өзінің бір дәуірі болады. Har bir нәрсені үйренудің. Мен бұл менен болды, мен сіздермен пока до свидания қыламан демекші емеспін. Просто так кейінгі этапқа өтуіміз керек. Кейінгі этапқа полный бір жақсы меңгеріп, бұл этаплықты жауып, енді біз онан кейінгі рауаждануға өтуіміз керек. Ізбе-іздік рәвіште. Әне солықта мәлім бір реже болады, мәлім бір уақыт болады. И сол уақытпенен, сол ізбе-іздікпенен харекетлену керек болады. Демек, бізде де сол уақыт жетіп келді. Міне, енді біз үйреніп отырған нәрселерді мәлім бір теория деп алып қарайық, келің. Бипул курстың бірінші бөлімі шөркеместірілгенде, бірінші бөлімі бұл бізде көріп тұрғаныңыздай сызықпенен белгілеп қойғанма 7 октябрь санесі болып тұрып па, 7 октябрь и 2024 жыл бұл видеоны жайластырып қойғанма, бірақ январ санесінен сол 10-11 январ санелерінде мен бұл нәрсені бүткіл бір инстаграмда реклама қылып, хаммеге халыққа бөліскенмін бұл нәрсені. Хам айне сонда толық бір шарттарды орылап, негізі бұл каналға 500-ден артық адам қосылған, енді қазір өздерінің қалеулерімен шығып кеткен оқушыларым бар. Данный моментте ол жерде 464 адам оқып тәлім алып жатырды. Бұл Бипул курстың бірінші бөлімі еді. Ода білесіздер, сол 13 сабақ өттік. Ол 13 сабақтың ішінде сізге базарды нөлден бастап түсіндіру, трейдинг не зат өзі, одан кейін брокерлар мәселесі қандай, пипс не зат, лотты өлшеу, одан қала берсе трендовый линия, метатрейдер 5 не зат өзі, хаммесін ізбе-із тәртіпте, мысалы, бастаңғыш елі трейдинг базарына кіріп көрмеген адам үшін оның дәрежесіне мас келетұғын тәртіптегі видеолар істеп шықтым, яғни олар көргеніңізде бір 10 минут аралығында болды. 3 минуттан 10 минут аралығы, емесі 2 минуттан 10 минут аралығында видеолардың ұзылығы. Одан асып кетпеген ешқандай. Демек, ол нөлден келатқан оқушы үшін жетерлі тәртіптегі нагрузка еді. Бірден мен сізге барып тұрып, 1 сағатлық видеоны беріп атқаным жоқ, емесі 1,5 сағат сіздерді отырып алып, мынандай болады деп тұрып, бір кино жаратып беріп атқаным жоқ, кинодағыдай етіп, арқайын көретіндей етіп. Өзі мәлім бір білім басқа нагрузка да, сондықтан өзі адамның миесі дәсепкі 15 минуттықты жақсы қабылдай алады. Қазір мысалы сіздерім сол дәсепкі 15 минуттықта көпшілік актив болып кіреді, и ақырына шекем үлкен ықтималықпен 25 адам қатынасып отырған болса, одан 10 адам емесі 5 адам шығып кету ықтималы бар. Себебі уже ақырына шекем бізде шыдам деген нәрсе сәл жете бермейді расы. Хаммеде бар зат, бұл нормал жағдай. Оны еш не болмыстың, бір паника өтетуіміздің, емесі оған қарсы тұрып, имын сондай болады деп бір-бірімізге онда бәсекелесудің керек жоқ бұл мәселеде. Сондықтан да бірінші бөлім хақында қысқаша айтып кетер жоқ па, себебі бұл лайв чатымыз біздердің жұмақлаушы лайв чат болып есептелінеді. Сондықтан үскінге шекемгі сенген мағлұматлар бойынша сол кесімінде сөйлесіп өтеміз. Енді сіздерге де ескертемін, құрметті оқушылар, қымбатлы уақытыңызды ажыратып кіріп атқаныңыз үшін де рахмет сіздерге. Сондықтан сіздерге айтар жақ болған информациямды, бере жақ болған мағлұматларымды ләжі барынша қысқа һәм анық тәртіпте сіздің менің уақытымды алмайтұғын тәрізде түсінікті тәртіпте түсіндіріп беруге ләжі барынша қолымнан келгенше харекет етемін. И лайв чатымыз бұйырса ярым сағат, емесі 40 минутлар аралығында болуға харекет етемін. Енді сіздердің активлігіңіз өз кезегінде ахметлі орынды иелейді бұл мәселеде.
Демек, бірінші бөлімде сол көрдіңлер, таныстыңлар, бұл мәселеде меніңше хаммеге түсінікті болатығындай білімдер берілді деп ойлаймын. Себебі адамлар маған дәптерлерін жазып жіберіп отырған уақытында былай көріп қаламын, өзім конспектлерін көріп қойсам, и нормально жетерлі тәртіптегі, и өзімнің күйеулім қуанатығындай тәртіптегі білімдерді бере алғанымның расы қуаныштымын. Бұл жазып жатқан адамлардың дәптерлерін қарап оқып көрсем, демек мен өзім дұрыс деп білген, һәм ең кереклі деп білген мағлұматларды бере алып жатырған екенмін деген өзімде де бір қандайдыр мотивация береді бұл нәрсе, қандайдыр бір энергия береді бұл нәрсені давамlı тәртіпте істеуіме үшін. Енді бізде екінші бөлім бар еді, білесіздер. Сол екінші бөлімге есе жылдың басында, 2025 жылдың басында 7 январь міне белгілеп қойғаннан Инстаграмда пост, осы пост арқылы бөліскенмін сіздерге. 128 мың мәрте көрілген бұл видео. И онда есе 431 мың оқушы қабылданған. Осы күнге шейін осы группаға 431 адам кірген. Бұл дегені вообще енді мен үшін супер көрсеткіш расы. Себебі бастаған уақытымда өзі бұл нәрсе қандай болады, қандай тәртіпте әмелге асыралады екен, мен бұл нәрсені қалай қабыл етеді өзі деген сұраулар болатын еді. Расы енді қорқыныш деп айта алмаймын. Себебі өз нәубетінде үлкен аудиторияларда болғанмын, и ондай шығып сөйлеулерім болған. Бірақ та бұндай форматта, бұндай халқымыз үшін жаңа болған тарауды бүткіл бір Қарақалпақстан халқы үшін бүйтіп беріп шығару өз нәубетінде үлкен жауапкершілік болған бұл нәрсе үшін де. Енді міне бастаған ісімді ақырына шекем жеткізіп қою шартыменен бастағалығым үшін де сіздер менен қазір осы лайв чатты өткізіп жатыр. Біз сол 3 ай алдан бастаған ісімді осы күні бүгін бақалесе сіздер менен осы лайв чат арқылы ақырына жеткізіп қоямын. Демек 431 адамның ішінде бұл жерде черный список бөлімін көріп тұрған болсаңыз, бұл группадан сол хаммеңіз білетұғын, сізде сол этаплықлардан өткенсіз өз кезегінде сабақларды уақытында орындау керектігі, үй тапсырмалар таярлап тастау керектігі, маған жауапкершіліклі оқушы болуыңыз керектігі, немқұрайлықпен қарамастан, айтылған затты айтылғандай істеуіңіз, жазған затларыңызды тастауыңыз, сияқты ұлыма білесіздер не істегендеріңізді. Сол талапқа жауап бермеген, мен жазсамам, мені құрмет етпесті, немесе ең главныйсы, өзін құрмет етпеген оқушылар. Мысалы, мен көрдіңіз ғой, әрбіріңіздің личкаңызға жазып, сабақ даярлап жатырсыз ба? Не үшін даярламай жатырсыз, ямаса? Себебі неден бар жатыр бұл жатыр? Қашанға таслайсыз? Деп аккаунтым блокланамын деген шекем көмірдесе мен сіздерге жазып, хаммеңізден халыңызды сорап, қарасатығын жері болатығын болса, қарасып, сүкінге шекем көмірдетте, ләші барынша мақсатым дұрыс тәртіпте білім беруден барат болды. Туры мақсатлы бұл кәсіп, хақиқи қандай кәсіп болатын болса, соншалығында көрсетіп беру. Ямаса, там басқа нүкіште бірнеше оқу курстары бар да, ішінде қайсыдыр жақсы оқытатын болса, қайсыдыр вообще там блогерский там, ома айтарлықтай дәрежедегі білім жоқ, хаттекі барасыз, сізді прямой сигналға таярлайды. Берден кіресең, берден шығасаң, депозит қыласаң, давай бонус аласаң, және бәлебаттар құласы бір күйеуге жағатын заттар болып атқан жоқ. Көріп біліп танысып тұрсыздар бұл нәрсеменен. И ең қызығы білесіздер ма? Сол Инстаграмда көрсетіліп отырған комфорт, ямасы Инстаграмда көрсетіліп отырған лайфстайл, яғни жеке өмірлер, там машиналар, және бәлембаттар, ақшалар, басқа бір оң айтатын болсам, бір инсаният сондай затты адамзат. Байлықты жақсы көреді қаттыға. Әрбіріміз, сізді, менді ұзат жақсы көреміз. Ешкім бұны инкар ете алмайды. Себебі жаратылысымыздан сондаймыз. Ол затқа мехір-мұхаббатымыз бар. Ал сол нәрселер біздерге Инстаграмда как комфортно болып көрсетілуі, ямасы там сізді сондай қаласыз, ямасы сізді бүйтіп істесеңіз бұндай болады, ямасы трейдинг ансат-сатке сізге 2 күнде 2 аптада курстың ақшасын шығарып аласыз, давай. Дегенде етіп көрсетіліп атырды.
соның нәтижесінде де бұл жерге келген адам менен қадағалауды көріп жатырып па, болмаса менен сондай строгий режимді көріп жатырыпты, бірінші бипул тәлім беруімді көріп жатырыпты, болмаса білім беріп кенен саудаға алып келуімді көріп жатырыпты, уже сабыры жетпей жатыр көпшіліктің. Сондықтан міне сіздерге реал факт, 28 адам барсыздар қазір лайв чатта. Маған 2 адам көрсе, 1 адам көрсе, мен бұны ысбатлап қоюым, ақырына жеткізіп қоюым шарт деді. Сондықтан мен сіздерге реально осы даталарды қазір скриншотпен көрсетіп жатырмын. Бұл реал дата, ешқандай еш нәрседен жасырылмаған, немесе монтаж қылынбаған. Сол 346 адам бұл курстан толық тәртіппен шеттестірілген. Енді ең қызығы, сіз осы жерде қалдыңыз, сізге де ондай смс-лар барған, әрбіріңізге барған ондай смс, саудасы не қылатсаң, істеп жатсаң ба, таста, қашанға тастайсың деген этаптағылар. Енді ол процеске немқұрайлықпен жандасқан, әне сол адамдарды көргеніңізде курстан ең қызығы 90%-ке жақын адам, 90%-ке жақын адам бұл процесте сол бар жоғы 3 ай тез өтіп кетеді. Ешбір кеше ғана 2025 кіріп келді, бүгін уже 4-ші айы. Бар жоғы 3 ай мүддет бере алмады өзлеріне. Сол процеске жақсы жандаса алмады. Өздерінің бір адамда уақытыншалық қалу деген зат бар да, мақсат бар. Екеуі ұлыма 2 түрлі нәрсе. Мысалы, сіз өзіңіз айтайлық трейдингнан тысқары зор мақсатыңыз бар да, зор қалуыңыз бар. Мысалы, ол жұмысыңызбен байланысты болуы мүмкін, ямаса күнделікті өмір кешіруіңіз, ямаса оннан беттер хоббиіңіз болуы мүмкін. Сол нәрсеге жетемен дегенше тыным білмей харекет етесіздер, тура ма? Себебі сіз оны ұнатасыз, сізге пайда алып келмесем, ол затты жақсы көресіз. Бұл мақсат енді. Ол мақсат мәлім бір қиыншылықтарына шыдап, сол этаптан өтіп түрлі бәнелерсіз, сылтауларсыз харекет ету. Ал неге келетін болсақ, уақытыншалық қалулерге келетін болсақ, бұл просто жаңағыдай инстаграмдағы маркетинг ходларға алдану, ямаса 1-2 айда ақшаны тезірек көбейттіріп алу, қате түсініктерменен келіп қалып тұрып, бұл жерге просто так кіріп келу. Сондай адамдардың көпшілігі бар екенлігін міне осы даталардан ақ көрсеңіз болады. Енді инстаграмда отырып, әркім әртүрлі, инстаграм без толық бір социал медиада сондай клавиатураның артында отырып, түрлі негатив комментариялар көпті. Ямаса жаратып қойыпсыз, не үшін бипыл бермейсің? Ямаса неге бесплатно оқытпайсың дегенде смс-ларды көп көргенмін да. Көп негатив комментарияларды көргенмін. Не үшін бермейсің, неге өйтпейсің, бүйтпейсің дегенде түрлі сылтаулар, ямаса түрлі бәнелер болады ғой да. Сондықтан да күнге шекемгі толық бір процесті үйреніп, қанеки сол хамме үшін тең болатығын, хаммеге имканият болатығын, бүткіл бір Қарақалпақстан үшін жақсы бір имканият вазифасын атқарып бере алатығын, осы курсты инвестом жойбары арқылы шүркемдестіруге имканиятын дәрежесінде әрекет еттім. Ең қызығы достар, бұл курс бипул сабақлықтан тартып бипул курсқа айланып кетті вообще-то. Себебі көпшіліктің қызығушылығы, көпшілік бұл нәрсеге сенім білдіргенлігі мен үшін үлкен мотивация болды. Бірақ мені просто бұл мәселеде қатты қапа қылған нәрсе адамдар бастаған ісін ақырына шекем жеткізіп қоя алмағандықтары болды. Яғни 98% адам сондай, 98% адам бастаған ісін ақырына жеткізбейді, ямаса бірдей пікірлейді, бірдей өмір сүреді деген нәрселер реально хақиқат екенлігін, ямаса реально бір өмірлік тәжірибе екенлігін осы курс арқылы ала алып жатырмын да. Осы жандасу арқылы, осы шөлкеместірілген проект арқылы, енді бұл нәрсе кімгедір жағар, кімгедір жақпас, бұл менің курстан алған реально тәжірибем болып есептеледі. Әзір бұл мәселе негізінде бипул курстан алған жұмақларым бөлімінде де айтып өтуім керек еді, ондан алдап басылап жібердім енді бұл бөлімді. Дұрыс түсінесіздер. Мені осы курс шөлкеместіріп
азғантай болса бір өзіме кереклі жұмақ, бұнан не болды, қайтып пайдаланады, ямаса бұл нәрсеге қаншелі таяр, ұлыма бір курс емес, бәлкім трейдинг емес, тек қана бұл нәрсе өмірлік тәжірибені бере алады да сізге. Әйне сондай тәжірибені мен осы курс арқылы ала алдым. Негатив тарапы и позитив тараптары бар өзіне жараса. Тек қана сол негативтен ібарат емес, тек қана сол бір тараплеме ойлау емес, екі тараплеме ойлап қарайтын болсақ та, алған позитив тараптарым неде болды, и алған негатив тараптарым неде болды. Келің біріншісі жаманнан бастаймыз, и жақсысынан тауыстырып, бір жақсы ғана жұмақ шығарамыз деп ойлаймын. Сол орында келін сіздерге даусым тексеріп алайын, даусым жақсы естіліп жатыр, өзіме өзім сөйлеп жатқан болмайын, және комментарияда жазып жіберіңдер, iltimos. Аха, түсінікті, демек даусым естіліп жатырды. Демек давам етеміз. Енді алған жұмақ позитивный и негативный жұмақ не болды дейтін болсаңыз, міне проект көркемдестірілді. Бірінші бөлім көркемдестірілгені уже 5 ай болды, екінші бөлім көркемдестірілгені 3 ай болды. Мен 3 ай мүддеттің ішінде сол 500-ге жақын оқушыменен бірге істестім. Олардың әрбіріне жандасуға, хаттегі сіздерден тестлер алуға, не үшін істеп жатқан затын істемесе, таярлап, оның қате кемшілігі не деп жатқанын айтуға қолына келгенше тырыстым. Енді алған позитив тараптарым не зат? Демек, негатив тараптарым, бірінші негативті айтамын деген едім. Бұл сол хамме білген, сол курс дауымында айтып келген нәрсем, адамдардың көпшілігі бұл процеске жауапкершілікпен жандаспауы. Яғни, демек, бір нәрсені жауапкершілікпенен бастап, айны сол өзінің қызығушылығын білдірді, сенім білдірді, қосылып көрді, бастаймын, істеймін деді, бірақ ярым жолы тастап кетіп отырыпты. Білесіздер ме, бірінші сабақты тастап бергенімде 21 сатлап комментария жазылғанда енді ол жерде. Ой, жақсы, зор болды, бүйтті, өйтті, мұндай қылды. 11-ші, 12-ші сабақлар тасталатын уақытта бірде-бір комментарий онша көрмейсіз. Курс сабақ хақында, ямаса қандайдыр сұраулар мәселесінде ешбір комментарий жоқ ол бөлімде де. Даже 12-ші сабақ тасталатын күні мен сіздерге ұрысып берген едім, ядыңызда болатын болса, не үшін 12-ші сабақ тасталсын деп айтпайсыздар бірде-біреулерің деп. 200-ден артық адам бар еді сол уақытта. Демек, көпшілікте болып жатқан нәрсе бұл мақсат емес, уақытыншалық қалеу деп есептелінеді. Қысқа мүддетлі қалеу. Көпшілігіміз десе, өзімізге нереальны болған мақсаттарды қойып, уақытыншалық қалеулеріміз, уақытыншалық нәпсіміздің, амаса уақытыншалық сол инсанның қандайдыр бір зарураттарын қандырып береді дегендей нәрселерді ойлауымыздың нәтижесінде біз өз жолымызды алжастырып қойып отырмыз. Демек, сол 90%-ге жақын адамда айны сол нәрсе жүзеге келген. Жауапкершілікпен жандасу жоқ, уақытында орынламайды, берілген ресурстың қандайдыр бір сенімсіздік үлкен, бейпыл нәрсе тек қана бір қандайдыр бір тұзақ дейді өзбекшесі, және сондай жерде болады. Бейпыл нәрсенің сыпаты болмайды, ямаса тест көркемдестіріп, оны тексермесем, қандайдыр бір міндет етіп атыспа дегендей болады, ямаса аудитория жинау үшін дегендей негатив пікірлер келеді. Кейін сол орында сөз қайтып кетемін де, аудитория жинау үшін дейді. Пайдалы зат, ешкім сенен еш нәрсе сұрап атқан жоқ, тек қана оқы, iltimos, дұрыс жолды таңла, мынаны бүйтуің керек, үйге тапсырмаң маған таста. Қандайдыр сіздің өміріңіздің жақсы бір тарапке өзгертуіне ілажы барынша бір себепші вазипасын атқарып, жәрдем беремін деп отырса, ал қандайдыр бір өзінің ішіндегі негатив энергияны шығарып тұрып, аудитория жинау үшін ба дейді. Көпшілікке жетіп барса, оның несі жаман, қайран қаламын да? Пайдалы зат па, хамме үшін пайдалы ма? Ешкім бұл жерде зиян көрмейді ма? Екі тарап үшін пайдалы ма? Несі жаман ол көпшілік аудиторияға жетіп барудың?
Хайран қаламын сондай етіп пікірлейтін адамдарға да. Сол сұрауға еш жауап таба алмағанмын. Сондай көпшілік ішінде оқушылар болды. Баста ұстаз деп тұрып, жаңағыдай кітте бір өздерінде негатив энергияны жағылап тұрып, намаса қандайдыр сыртқы басым, сыртқы тәсір орталық болады да, әне соларға алданып тұрып, хамме затын шашып қояды. Себебі адамға жаман зат тез қабылдайды адамзат өзі. Тез шығарып жібереді. Себебі ол затлар арзан сезімдер, ең арзан. Хаммеміз бере аламыз ол затты. Хамме прямой шығарып тастай алады ол затты. Әне сондай етіп, сезімдерге беріліп, эмоцияларға беріліп, ішінде негативлер шықты, көрдіңдер. Бірақ ең қуанышлы тарапы, бірақ поддержка етулер оға да көп еді. Өзі ойлап қарасаңлар, 400-500-ге жақын адамның ішінде 4-5 негатив болуы анық еді. Сол тараплер болды. Одан кейін және мені қапа қылған нәрсе, уақытында айтылғанда етіп, сабақларды, ямаса үйге тапсырмаларды уақытларында орылы алмаслық, және ол орылы алмаслық даян бар ғой. Мейлі орылы алмаслық мүмкін, себебі әркімде әртүрлі жағдай бар. Ең жаман көрген, ең жаман көріп естіген нәрсем болды бұл курста. Тұрмыслық машқалалар бар, турма. Әркімде мысалы семья бар, ата-ана бар, бала-шаға бар, там бұндай, ондай. Енді озатларды қараңлар да, сіздерге ләжі барынша аңсат етіп түсіндіруге харекет етемін. Менің қазіргі пікірімді сіз позитив тараптан альтернатив жолы сипатында ойлап көріңдер. Бұл нәрсеге альтернатив көзбенен қараңлар. Өзіңіздің энергияңызды білдіріп, ямаса қарама-қарсы пікір білдіру үшін емес. Себебі мен сізге дұшпан емеспен, мен сіздің достыңыз болса достыңызбын, ямасы сізге тек қана жақсылықты тілейтін адаммын. Егер сіз соны солай қабыл ете алсаңыз. Тұрмыслық машқалалар дегенде қандай? Жас келін едім, там бұндай едім, ямаса көп келіншектер күзететін еді. Ата-енеме былай қарауым керек, шай беруім керек, өйтуім керек, ямаса жұмысыма баруым керек, жұмысымнан бұндай болып жатырды. Үлгере алмайды, анандай сменада істейтін едім, бұндай сменада істейтін едім, дегендей түрлі затлар, таусылмайтын сылтаулар келді. Енді қараңлар. Ол проблема, мысалы, қазірам болады, кейін де болады. Сіз айтайлық, қазір 10 миллион тауып атқан болсаңыз, 100 миллион тауыды режелестіріп атырыпсыз да. Сөйтіп ойлап атырсыз, қашан кейін мен 100 миллион таусам, айне сол уақытта бұл проблемаларын жұмақланады деп. Енді сол орында сізге бір мысал айтып беремін да. Бір оқушы болған екен, сөйтіп сондан сұрайды екен да, сен қашан бақытлы боласың, өзіңді комфортны сезесің дегенде, енді мен қашандыр университетке кірсем дейді. Бейлі, университетке кіреді. Сол уақытта сен бақытлысың ба, өзің комфорт сезіп жатсың ба дегенде, қашан дейді, онда мен қашандыр жұмысқа кірсем дейді. Жұмысқа кірсең, енді болды, жұмысқа кірді. Енді сен сонда өзіңді жақсы сезіп жатсың ба, бақытлысың ба өмірден десе, қашандыр мен сондай қылып оданан жоғары жетістікке ерісем дейді. Олам жетістікке ерісіп жатыр. Сен бақытлысың ба десе, мен қашандыр семья құрсам дейді. Семья құрып болғаннан кейін, одан кейін қашандыр мен балаларым бақытын көрсем. Одан кейін балаларым үлкейді, хамес үлкейіп, мәлім бір жетістікке ерісті, ең ақырында сұрайды, ода да бақытлысың ба дейді. Дейді, сен қашан бақытлы боласың десе, қашандыр бұл өмірден өтіп кетсем, өліп кетсем деп атапты. Көргеніңіздей, құрметті оқушылар, еш қашан адамзаттың қалуы қанбайды. Har дайым бізде болады бұл нәрсе. Har дайым бұндай сылтаулар, хамеше тұрмыстық машқалар, хамеше бізбенен бірге болады ол зат. Сізбенен бірге болады оған затты, оны сіз еш уақыт өзіңізде алып тастай алмайсыз. Ямаса ол проблема қашанғыр мүддетке шеккен толығымен шешіліп қалмайды. Яғни не демекші мен? Семья, шаңырақ ағзаларыңыз бар, шаңырақ ағзаларыңызбен сіз жасайсыз хамеше.
Жасап атырып па, инсан зат бұл дүниеде жасап атырып па, өмір кешіп атырып па, табиғи онда проблемалар болады. Ал сіз айтып атырғандай проблемалар, сіздер көрсетіп беріп атырғандай машқалалар өз кезегінде не заттан барады болады десем, яғни сізбенен бірге бір har дайым қасыңызда болады нәрсені сіз проблема сипатында көрсетіп алып бере алмайсыз еш уақыт. Себебі ол сізбенен хамеше бірге. Сіз қазіргі жағдайыңызда ям сол халатта болады. Сіз одан кейінгі халатта сондай болады. Сіз 100 миллион алсаңыз сондай болады, 10 миллион алсаңыз сондай, 200 миллион алсаңыз сол проблемаңыз үлкейіп бара береді демекшімін. Себебі ойлау дәрежесі әйне соған қарап үлкейіп, өсіп, өніп кете береді. Сондықтан да көпшіліктен сол жаман көріп естіген затым болды. Расы бұл менің субъектив пікірім, кім қандай қабыл етеді, кім қандай жұмақ шығарады бұл нәрседен. Расы бұл өздеріңіздің қалеулеріңізде, өздеріңіздің пікірлеріңізде. Тек қана мен бұл жерде бипол курстан алған жұмақларым деп қойғанмын. Демек бұл нәрсе менің субъектив пікірім болып есептелінеді. Har кімде есе бұндай пікір білдіру өздеріңіздің қалеуіңізде, мен просто сізге ләжі барынша сол альтернатив вариант сипатында көрсетіп беріп жатырмын бұл нәрсені. Бұл нәрсені сіз ертең басқа бір кәсіпте де қыласыз, онан кейін де қыласыз. Ол айтқанда, алдағы мақсатларыңызге ерісудегі ең қаттыға жаман, ең қатты бір арзан, одан қала берсе бар ғой, ең аңсат, ең жаңа адам бекар ете алмайды ғындай тәртіптегі сылтау болып есептелінеді біз отлар. Ешкім сізді бекар ете алмайды. Тұрмысный проблема, демек болады осы. Дейді, ешкім сізді отказ ете алмайды ол мәселеде. Отказ етілместе проблеманы көрсетіп беріп жатсыз, просто о нәрсені басқаша жеткізу жолын қылсаңыз, меніңше жақсырақ деп ойлаймын. Бұл нәрседе. Яғни, мысалы, айып сізде екенлігін, реально бұл сылтау екенлігін, бірақ мен сол затты мақсат етіп қойдым. Бұйырса, обязательно орындаймын, сол мүддетке жеке маған уақыт берің деген сөзбенен алмастыра алсаңыз, ямаса мен сол мүддетке жекем сол затты істеймін деген конкретный мақсат қоя алсаңыз, айне сол уақытта сізде өсу көрсеткіші де жоғары болып есептелінеді. Бұл темада көп сөйлеп атқанлығымның текарғы себебі жоғарыда айтып өттім. Яғни көпшіліктен келген проблема болып есептелінеді бұл нәрсе. Iltimos, егер сіз любой бір тарауды жетістікке ерсемен кейінгі басқышына көтерілемін десеңіз, хамеше сізбенен бірге жүретұғын проблемаларды өзі адамзат жасаватты, ондай проблема шығу табиғи, оны жоғалта алмайсыз еш уақыт. Сіз сол машқалаларменен бірге жасауды, сіз сол процестен не алуды, бір жұмақ алуды, наоборот, сізде сондай машқала болып атқанына шүкір етіп жасауды, оның шешімін тауға әрекет етуді, бастап атқан ісіңізді мен сұзатты баслай аламан ба, бастасам ақырына жеткізіп қоя аламан ба деген сұрауменен бастасаңыз, бұл өмірде кешіріп атқан өміріңіз жүдә мазмұнлы кетеді. Ең біріншісі, пайдалы істерге жұмсайсыздар. Толық бір процестен, өздеріңізден бір фақырланып дейді ғой, сөйтіп жасайсыздар. Мен мотивация беріп атқан жоқ сіздерге, мен реально фактически нәрсені айтып атырмын. Себебі инсаният полный бір инсан, эмоция деген нәрсе бар. Har біріміз берілеміз бұл нәрсеге. Ал сол эмоциясы ішімізден, қалбімізден шықса, сондай гәплер біздерге өз нөбетінде түрткі бола алады. Қосымша өзімізге ең керекті жолды таңлап өтуімізде, ямаса өзгеруімізде бұл нәрсе. Сондай екен, бұл нәрсеге iltimos жақсылап етіп қаратасылар, сол нәрсені қыласаңлар, сіздер маған сеніңлер, яғни мен бұл нәрсені қыламан, маған үскінге жекем уақыт керек. Білемен, қазір мынау сылтау айтып атқаным,
себебі ол әрдайым менімен бірге болатын зат, оны сізге өйтіп көрсете алмаймын. Ләжі барынша мынандай ретлестіріп жатырмын, мканың қыламан, сіз маған сенің, амасы мен сөзді істей аламын дегендей тәртіпті істесеңдер, любой жерде, любой кәсіпті мен сізге уверенно болып айта аламын, өз орныңызды арқайын тауып аласыздар. Ал бірақ жаңағыдай қылып бейшараланғандай айтып та, енді қопал болса үзір, кешіресіздер, бұл кәпім. Жаңағыдай айтып өзіңізді сөйтіп көрсете берсеңдер, сәтқа ерісе алмайсыздар. Мақсатқа ерісу хәмеше строгий режимде болады. Қатты қолықпенен, дисциплинаменен, мақсатпен ерісіледі ондай затқа. Тек қана көрсетіп, аңсат жолдың өзі жоқ ешбір зат өмірде. Мысалы, сіз иелеп отырған кәсібіңізді, тауып отырған ақшаңызды, қайсыдырларыңыз медицина тарауында, қайсыдырларыңыз оқытушысыздар, мысалы, неше 20-25 жылдық тәжірибеге ие болған, және бір қайсыдырларыңыздар басқа бір кәсіптесіздерді құласы. Сол затты енді сіздер ойлап көріңлер. Сіздерге Инстаграмда көрсетіліп жатырғанындай, айтылып жатырғанындай, мысалы, сізге сол кәсібіңізді айтса да, қайсыдырыңыз врачсыз, мысалы, врач болсаңыз болады 2 айда, 3 айда оқып алып. Демесе, давайте келін, бір апта оқисыз да хирург болып кетесіз десе, сенесіздер ма? Сіз сол жолды басып көргенсіз ғой, мысалы. Сіз сол жолдан өтіп көрдіңіз. Демесе, 2 ай оқып аласаң, давай супер оқушыларды жетілістіріп шығарасың. Результатқа алып шығасың сол оқушыны. Оқуға кіргізіп бересең, десе сенесіздер ме сіздер сол кәсіпке? Өздеріңіздің кәсібіңізді сынап көріп, айтыңдар, ойлап көріңдер демекшімен де. Сіз сол кәсіптің маманы болу үшін, сіз сол кәсіпте нан жеу үшін, қанша жыл өміріңізді сарқыладыңдар, мысалы да? Неше бір ұйқысыз түрлеріңіз кеткен шығар, неше бір қиыншылықтарды бастан кешірген шығарсыздар. Енді трейдингқа келгенде, неужели ойлап көрмейсіздер көпшілікті? Яқ, аңсат емес. Болмайды. Уақыт керек. Түсіну керек. Бірінші білімін алу керек деген затты. Бұл нәрсені мен сіздерге айтып жатқан себебі, ертең сіз трейдингға қызығып жүрген адамсыз, оны сіздің ертең жақындарыңыз біледі, үйіңіздегі адамдар біледі. Ямаса ең болмағанда балаңызға үйретесіз. Осы кәплерімді естісеңіз де, сіз ондай адам болмауыңыз мүмкін, бірақ сізді естігендерге дұрыс жеткізіп баруыңыз үшін мен сол затты айтып жатырмын сіздерге. Сондықтан осы Қарақалпақстанда бұл нәрсенің дұрыс рауаждануына мақсат қою дедік па, яғни рауаждандыру мақсатымыз дедік па, осы нәрсені сіздер арқылы жеткізіп қоюды қалаймын көпшілікке. Яғни сіздер менде оқыдыңдар, мысалы 3 ай бірге істестік, ертең сізден сондай айтып сұрап қалса, ямасы сіз сондай маркетинг жолдарын көріп қалсаңыз, демек, маған ұстазым түсіндірген, маған шерім түсіндірген бұл затты дегендей пікірлеулерді қалыптастыруден барады болатын нәрсе. Сондықтан мендегі алған негатив пікірлерім солардан да барады болды. Бұл менің жеке пікірім, және бір мәртебе бұл менің субъектив пікірім. Бұл нәрсені сіздерге айтып, түсіндіріп беруге меніңше хақлымын деп ойлаймын бұл мәселеде. Енді алған позитив пікіріме келетін болсақ, кейпиятты түсірместен, бұл мәселеде тек қана негатив, тек қана шығарудан барат болмады ғой, емесі курстың өзінің жетіскелігі болды ғой десеңдер, да, өз кезегінде. Енді алған плюс тарифім, мысалы, таза бір проект инвестумды, жаңа ғана 5 ай болып жатырды нәрсенің шыққанына, и халықтың поддержкасы вообще күшті. Бұл нәрсеге баста қызығып, сеніп кіргелер, соны оқиман деп талпыныстар өз кезегінде бір көп болғалығы, бұл нәрсені қазірге шекем сенесіздер ма дайректім толып атырыпты, People курсқа қалай қосылсақ болады, шерін қалай істейміз, ямаса Instagram, Telegram нелеріне қойып, давайте People курс бар екен деп жариялап бір-біріне айтып жүрген оқушылар нешеуі бар әзіргі уақытта. Бірақ білесіздер, мен қабылдау тоқтатып қойғанмын одан кейін. Сондықтан да айта жағым,
көпшіліктің бұл нәрсені дұрыс поддержка етіп, дұрыс жандасу қылып, инвестумға сеніп, бұл нәрсені қатынасқа алулары мен үшін үлкен бір позитив қалады болып есептелінеді бұл нәрседе. Және бір рахметлі нәрсе, күнге шеке мысалы, айрым оқушыларда болған, мысалы, ол айрым оқушылар сіздер деп айта аламын, себебі 85 адам күнге шекемгі неше бір сіздерменен аңсат жолды басып өтпедік 3 айдың ішінде, себебі жауапкершілікпенен жандаспады па, ітібарсыздық қылады па, хаммен шығарып тастадым. Жауапкершілікпенен оқымай атқан адамның бәрін шетлестірдім. Себебі фильтрация қылуым керек еді. Ішіндегі ең саралап, зор мақсатты анықларды бір жерде жәмлестіріп, оларды бір неге жәмиет қылып тұрып, күшілі трейдинг орталығын жаратуым керек еді. Әне сіздер сондай бақытқа мәссар болдыңдар. 85 адам қалған болса, бұл нәрсе мен үшін зор нәтижелерден болып есептелінеді. Сол адамдарға хаттекі бір адам қап кетсем, 2 адам қап кетсем, мен сол адамға жақсы түсіндіре алсам, сол нәрсені ұқтыра алсам, бұл ең позитивный терапияның бірі еді. Өз кезегінде сіздерден бұл нәрсеменен расы марапатлап қойсам болады. Үстінге шекем жетіп, келіп, ақырына шекем талпынып, ақырына шекем мені естіп, маған сеніп, инвестумды құрмет етіп, мені құрмет етіп, ең ахметлісі одан мен ахметлісі өздеріңізді құрмет етіп, бұл нәрсеге туры жандасқалықларыңыз үшін. Ал Бипул курстан алған қысқаша жұмақларым солардан ibarat достар. Және өрмәртетімі бұл менің субъектив пікірім болып есептелінеді. Енді кеңісіне өтетін болсақ, келің, мен өз пікірлерімді білдіріп өттім курс хақында. Сіздердің бұл курстағы алған пікірлеріңіз қандай? Амасы инвестум сізбен мысалы 3 ай істесіп, қандай пікір білдіре аласыздар? Негатив болсын, позитив болсын, ешқандай парқ етпейді. Мен жеке пікірлеріңізді сұрап отырмын. Адам бар жерде хамеші өзіне жарасты қате кемшіліктер, жақсы жетіскерліктер болады. Қате кемшілік болса, бұның үстінде сенеді, жетіскерлік болса, бұны еледе рауаждандыруға харекет етеміз. Сондықтан әзір мен комментарий бөлімінде жазып қалдырамын. Сол бойынша өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп өтсеңіз, мен үшін ахметлі болып есептелінеді. Курс бойынша пікірлеріңізді 1 минут. Комментария жазып қалдырдым. Әне сол бөлімде әлбетте пікірлеріңізді күтіп қаламын. Ассаламу алейкум.
Егер сізге даусым бармай тұрған болса, бір кіріп шығып көрің. Меніңше көпшілікке естіліп жатыр даусым, сол уақытқа шейін проблема болмады. Инвестомнан көп нәрсені үйрендім, анализден бөлек өзімді басқара білуді, нәпсіге құл болмауды үйрендім. Сіз үшін пайдалы бола алған болса, и трейдингнен тысқары сізге білім бере алған болсам, бұл менің жетістіктерім, әлбетте мен үшін үлкен қолау қозғау. Рахмет. Мұрат аға, көбірек болып кетті, ұзақырақ созылды. Енді бұлам сіздердің пайдаңыз үшін еді, оны дұрыс түсінесіздер. Себебі негізі бір ай өтуім керек еді курсты. Бастада айтып өткен едім, бірақ мен сізге лажы барынша 2 есесіменен қылып беруге харекет еттім әммеге. И ақырында реал саудаға жандасу каналын іске қойып жібердім. Ол жаққа да қазір 6 адам болып жатырды, істеп жатырды, ояқта да. Және тәкрарлаулар бердім қосымша. Қолына келгенше қандай имканият бере алсам, имканиятым дәрежесі бар ма, мен ол затты қыла аламын ба, қолымнан келеді ма, полный бір бөлісуге әрекет еттім. Бір ай емес, мен 3 ай өттім, бірақ режелестірілген курс 1 ай еді. Енді бұл нәрсе хақиқи тәжірибеден өтуін қалап, хақиқи ақырына шекем жетіп барсын, ілтимас сол нәрсені көбірек үйренсін, бұл нәрсені түсініп алсын, себебі шалама шеккі болып кетпесін, ілтимас қандайдыр бір нәрсе болса да алып кете алсын деген мәністі. Бұл нәрсені расы 3 айға шекем создым. Міне, уже ертең 2 күннен кейін 3 ай толады. 7 январда бастаған болсам, 7 апрель сенесіне кеп 3 ай болады бұл нәрсе. Сізбен офлайнда да қатынасқым келеді. Офлайн курстарым сан бар, қаласаңыз жазылсаңыз да болады. Зор рахмет, зор. Демек, достар, пікірлер позитивный, расы көпшілікке пайдалы курс бола алғаннан қуаныштымын, расы. Мен сізге толық бір хаммеңізге, бүйірге қосылған хаммеге теңдей болуға харекет еттім. Ешкімді кім қандай болуынан қатты назар, кімдір, мысалы, әйел адам ба, еркек адам ба, ол алдын істеп көрген ба, істеп көрмеген ба, тәжірибесі бар ма, жоқ па. Құласы, har біріңізге имканиятым дәрежесінде теңдей қарауға, теңдей жандасуға харекет еттім. Себебі бұл нәрсе солай болу керек еді. Ешкімге нақақлық қылып қоймайын, хаммесіне туғы жандасайын деген мақсатте даже har бір адамның личкасына жазып шықтым өзім. Себебі ешкімге нақақлық болмау керек бұл жерде. Ешкім бұнан наразы болып кетпеу керек. Сондықтан меніңше 98% жағдайда курстан шығып кеткен оқушы, немесе шеттестірілген оқушы наразылықларсыз, мен сіздің кейінгі проектіңізге бұйырса қатынасамын дегендей ұнамлы пікірлермен шығып кетті. Ұнамлы пікірлермен біз оларды қоштасып, кейінгі проекттерімізге қосу имканиятын бере алдым. 98% жағдайда, даже 99 десем болады. Айы сондай жандасу қылғалығым шыны. Сіздер бұның куәсісізлер, себебі Инстаграмда да, Телеграмда да бұл нәрсені анық-ашқара көрсетіп бардым. Ешқандай жасыратын жерім болмады. Себебі толық бір проектті, толық бір жағдайма хамме нәрсені ашқара анық көрсету керек еді. Бұнан мақсат не зат еді? Инстаграмға қоюдан мақсат не зат еді? Көрсетуден мақсат не зат еді? Тек қана, мысалы, бір курста оқып алып тұрып, 2 курсты тамамлап алып тұрып, ямасы қандайдар бір
или толық базарда жақсы бір тәжірибеге ие болмай тұрып, давайте бізде міне курс бар, қаласаңыз оқысаңыз болады, міне мынандай суммада келесіз оқисыз, мен сізге үйретемін дегендей рекламалардан барат емес еді. Сізде халық таңлауы үшін, ямаса сізде білім алулары үшін, ямаса сізге сену үшін, мен саған не үшін сенуім керек деген сұрауға жауап беру үшін да, ал бұл курс шөлкемлестірілген. Яғни сіз шерінға не үшін сенуіңіз керек, ямаса инвестумға не үшін сенуіңіз керек, оның білімін білмейсіздер ғой, қандай үйрететінін білмейсің, қандай көрсететінін білмейсің дегендей нәрсені мәлім бір уақиялық сыпатында тәжірибе етіп, көрсетіп, дәлелдеп қоюдан барат еді. Меніңше бұл нәрсенің үстінен шыға алдым деп ойлаймын. Себебі білдіріліп атырған ұнамлы пікірлер оға да көп, хамеске рахмет бұл мәселеде. Инвестум сізге не үшін не бере алатындығын, не үшін сіз инвестумға сенуіңіз керек екенлігін бұл курс арқылы өздеріңізге жақсы ғана пікір, жұмақ шығарып алдыңдар деп ойлаймын бұл мәселеде. Және бір нәрсе, демек, сондай курс шөлкемлестірсе болады екен, нүкістеді. Тек қана төлемді курс қылып тұрып, бізде курс бар дей беруден ібарат емес екен. Ямаса, екі оқушыны қандайдыр бір бонуслар алып тұрып, бияқтан 2 айда бұндай қылды, 3 айда бұндай қылды, 2 күнде төлем қылды, 3 күнде төлем қылды, ямаса жаңа оқуларды давай сигнал беремен, кірің сигнал каналым бар, $1 тұрады, қалесеңдер сатып алыңлар, ямаса оған скидка қыламан, бұндай қыламан дей беруден барат емес екен. Демек, ізілсе болады екен. Бейпул берсе болады екен. Оның қадіріне $7 бар екен. Деген нәрсені бүткіл бір нүкістегі именно трейдерларға да сыпатлап қоюдан барат болды. Сөзатты қыса болады екен. Демек, қолымыздан келеді екен. Бізді, сізді хамеміз бұл нәрсені істей алады екенбіз деген нәрсені мен сізге анық ашық айтамын. Может, бұл гапымды көріп отқаларым бар шығар, танысып отырғаларым бар шығар. Меніңше бұл нәрседе анық ашық тәртіпте көріледі деп ойлаймын. Сол мақсатта да істелді, сол мақсатта да көрсетілді бұл нәрсе. Ертең сізім үйреніп алып, мысалы, өзіңіздің жақындарыңызға бұл нәрсеменен де бөлісіп қойсаңыз да болады. Достар, Бейпул курс хақында пікірлеріңізді қазір бұл жерде үлкен, ұзын пікірлер білдірілген екен, рахмет. Әлбетте, әрбірін оқып шығамын чаттан соң. Бөлсесе кейінгі бөлімге өтеміз. Енді, достар, сіздерден және бір сұрауым бар. Инвестумнан алған ең зор деп білген тәжірибеңіз қандай болды? Бұл трейдинг болсын, бұл өмірлік тәжірибе болсын, ома сіз сабақларды көріп, лайв чатларда қатынасып, ең зор деп білген бір ғана, мысалы, көп деген алуыңыз мүмкін, ямаса біреуін алған болуыңыз мүмкін, ома алмаған болуыңыз мүмкін, білмеймін. Сондықтан сұрауға қалдырып атырып па. Инвестумнан алған ең зор деп білген қысқа бір сөзбен айтсаңсам болады, жазып қалдырамын әзір. Тәжірибеңіз қандай болды? Сол ақында жазып қалдырсаңыз, мен үшін рахметті бұл нәрседе.
тренд сызығын үйрену дәрежелері күтуді үйрендім мен дейді. Сабырлықты үйрену, өзіне болған сенімді арттыру. Баста ондай сенім болмады, бірақ басқаны көрген. Рахметтер. Бір минуттық уақыттың қадіріне жету. Тест жүдә сізге тәсір еткен ұқсайды. Bir жылдан бері ютубтарды көріп үйреніп жүрдім. Сонша үйренсем де басқа неден бастау керектігін білмегенмін. Инвестумның бесік тестуді, яғни бағдарды үйрендім. Зор. Сіз үшін өз вазипасын атқарып бере алған болса. Бұл курс маған жүдан ұнады. Ширин сізге үлкен рахмет айтамын. Егер бұл инвестумның курсы болмағанда мен трейдинг неден бастауды білмей жүре беретін едім. Демек, ең зор уақытында келіпсізді. Өзім мақсатым дұрыс жолды көрсету, көпшіліктің бұл кәсіпте ізбезік жоқ деген несатлар айтыла береді ғой. Әне сол ізбезікті көрсетіп беруден еді. Сіз үшін өзінің вазипасын атқара алғанынан қуаныштымын. Демек, достар, рахмет пікірлер үшін. Енді кейінгі бөлімге өтеміз. Енді, мысалы, сіз үйрендіңіз, толық бір курсты тамамладыңыз, міне 3 ай болды. Сол 3 ай мүддеттің ішінде ол нәрсе сабақлық берілді. Енді не істеуім керек деген затыңыз бар тұрмы? Енді не қылуым керек? Бұндан кейінгі реже не болады? Одан кейін мен қандай іш жоба көруім керек дейтін болсаң, сол заттан тәріліп қойдым сіз үшін. Енді сіз міне үйрендіңіз, сіз бір теорияны алдыңыз, сіз бір толық бір курсты меңгердіңіз. Қандай болуын көрдіңіз, не заттан ібарат болуын. Демек, енді бұйырса реал тәжірибеге жетіп келді. Сондықтан курсты бекарға, курс шумақланады, бірақ хақиқи тәжірибе енді басталады деп бекарға айтып өтпедім. Айне сол бөлім, айне сол тәжірибе бұйырса алдағы уақытта сіздер менен Telegram каналымызда бөлісіп баруды ниет еттім. Сондықтан бұл қазір экранда көріп тұрғаныңыз инвестумның общий Telegram каналы, сіздер өзара пікір алмасу имканияты жаратылған Telegram группасы болып есептеледі. Бұл жерге қазірдің өзінде қосылып алуды маслихат беремін сіздерге. Жоғарыда сілтемені тастап өткен едім. Айне осы сілтеме арқылы қосылып алыңдар. Осы каналда бұйырса алдағы уақытта сіздер менен базарға жандасу, сауда процесстеріне қалай жандасу, ол жерде біз қалай дарамат көреміз, қандай реал саудалар әмелге асырылады, хаммесін көріп, танысып бару имканиятымыз болады. Енді достар, сіз еле қазір ғана, мысалы, бір жаңа туылған бала болады, әне соған ұқсатсам, жаңа туылған бала енді ғана өмірді көріп атырды 3 айлық трейдинг сферасында. Ал оның еле бері отырып кетіп, жүріп кету үшін мәлім бір уақыт керек. Тәжірибе керек о затта. Сондықтан хемеше сіздің бұл процесте тәлім алуыңызға жәрдем берген сол ментор, сізге сол ұстаз керек. Сондықтан мен сіздерді просто давай бара беріңдер, өз еркіңізге жүре беріңдер деп тастап қою ниетім жоқ. Бұндай болмайды, ең кемінде 1 жыл істесу керек. Мысалы, каналда қазір мен бақылап барып жатқан оқушыларым бар, өзімнің оқытқан оқушыларым. Солар мысалы 1 жылға шамаластан бері істесіп жатыр менен.
бір жылға шамалас уақыттан бері біргелікте істесіп, бұл сфераны айтыр енді дегенде өздері еркін жүзе алатұғын, еркін істей алатұғын дәрежеге жетіп жатырды. Телеграм каналға қосылыңдар, сол жерде оқушыларым бар, солардан сұрап көрсеңдер болады, қалай тәртіпте, қандай тәртіпте енді базарға қалай жандасу болады қалықларым. Сондықтан біз бірден бұл базарда келіп, бізге көрсетіліп жатырғандай просто жалған контентлердің нәтижесінде өтіп бір нәтижеге шығып қоюымыз қиын. Сондықтан хәмеше сіздермен бірге істесуді жолға қою үшін мен Telegram каналда қалдырып өттім. Міне сілтемелері осы каналларға қосыласылар. Сол жерде біз реал тәжірибені әмелге асыра береміз. Бұндан бұяғына сол хәммесі сол каналда болады. Сол каналға өтесіздер. Сол жерде саудаға жандасу қалай болады. Одан қала берсе, біз реал баланста емес, бәлкім дейлік хәммеге бұл тапсырма. Демо аккаунт ашыңдар. Ашуды үйреткен мен ғой. Демо аккаунт ашасыздар бүгіннен бастап. Айны сол демо аккаунтты тәжірибе қып көресіздер. Обязательно реал аккаунт болу шарт емес. Ең қызығы трейдерға аккаунттыңнан парқы жоқ. Себебі трейдердің мақсаты берілген ресурсты, берілген капиталды іс құралын дұрыс басқарып білу. Соның нәтижесінде ол бірді екі қылу. Шоттың парқы жоқ негізі. Реально чистый трейдерға. Сіздер ертең бұйырса профессионал кәсіп давам етіп кете берсеңдер, бұл нәрсенің мәнісі мазмұнын түсініп жетесіздер елі. Сондықтан демо аккаунт ашасылар. Білемін, қазір хәммеңізде сол минимал кірте алатұғын суммаңлар айтайлық $10-дан $500 аралығында. Себебі мен көпшілігіңізде бекарға тест алғанда да хал жағдайыңызды сұраған жоқпан. Қанша сумма кірте аласаң дегенімде ең максимум көрген суммам 500, бір адамдама болған $1000. Басқа хәммесінде $100, $200, $50, $10 атырапында болған. Енді бұл сумма арасы базар үшін істесі болады. $10 көтерсе болады, болмайды деп атқаным жоқ. Бірақ бұның үшін уақыт керек, бұның үшін сабыр керек, бұның үшін риск дәрежесі жоғары, бәрібір өз кезегінде дұрыс стратегия, дұрыс жандасу керек болады. Болмайды деп атқаным жоқ, және бір мәрте түсініп қоясыздар. $10, $50 стандарт аккаунттарда басқарып кететін болсаңдар, просто разгон қылуға жатып кетеді, разгон қып кетесіздер, озатта өздеріңіз қалеми сол жолға кіріп кетесіздер. Ерте созатқа үйрен қап тұрып, бұл жолдан шыға алмай кетесіздер ұлыма, не қаларыңызды білмей, қандай жандасуды білместен. Не керек бар ошаман жолдың? Не керегі бар сіздің шаңырақлық бюджетіңізге зиян жеткізетін жолдың? Ондан көрі дұрыс жолды таңдайық, дұрыс жолдан барайық, дұрыс реже қандай болады десеңіз, демо аккаунт ашасыздар, айне соны басқарасыздар. Қашан өзіңіздер реал аккаунтқа, реал балансқа болған сенім жоқ па, оған шекем тәртіпте басқарасыздар. Сіздерге енді бұлай биржалар минималка $10-дан бастап жоғарын қабылдайды. Және бір сіздерге алған тәжірибелімді айтама, және бір рахметлі хабарым. Көпшілікті сол $100, $200 майдалап кіртетті, $1000 базарға беріп қойған, $2000 базарға беріп қойған білмей қалады. Сондықтан, сіз базарға кетіп атыртпы, сол слив болып атыртпы деп кіртетін $100, $200 жинап жүріңдер, оған шекемгі тәрізді білім алыңдар, ілтімас. Тәжірибе арттырыңдар, содан кейін сол $1000 бірден бір кіртіңдер. Бұл сіздер үшін бір стратегия, бір жол. Айы сол $1000 бірден кіртсеңдер, сол стандарт аккаунтта бірге бір плечодыды чисто риск менеджментқа түсетін трейдер боласыздар. Бұл сіздерге ең оптимал, ең түзу жол. Одан басқа жол жоқ. Аңсат деп есапламаңлар, өлтімаз. Одан төмен капитал кіртіп атсылар ма, айтатпан көтерсе болады. Просто тез көтеремен, тез байып кетемен, тез істеймен дегендей ойды өзгеріске жоқ қыла алмасаңлар, қиналып қаласылар просто. Дұрыс психологиялық режим болмайды да, қате психологиямен кетіп қаласылар, ертең не қылдым, енді қалай істейін, енді не болады деп жүресіздер құры.
Оның керегі жоқ. Басқаларға алданудың ам, ямаса біздерге көрсетіліп жатқандай маркетингға алданудың керегі жоқ. Инстаграмда хаммесі зор болып көрсетіле береді. Хаммесі уай зор, четкий қылып мақтаныла береді. Бірақ хақиқи бэкграунд басқаша болады. Хақиқи бэкграунд сіз ойлағандай болмайды. Сол уақыттан оларға хауес етемен деп, олардай боламан деп, ямаса маған созат керек деп, қате жолдан кіріп қалып, бір қалемей со адамдарға масласып қалмаңлар. Хақиқатты анықлап, хақиқат жолын бір парқылап біліңлер өздеріңіз. Себебі ешбіріңіз жас адамлар емессіздер. Бұл жерде хамменің со паспорты бар адамларсыздар. Паспорт десе хақиқи шақсқа ойлай алатұғын, пікірлей алатұғын, өзінің үстінде істей алатұғын лаяқатлы дейді ғой өзбек тілінде. Әне сондай адамға беріледі. Сондықтан бұл нәрсені жақсылап ойлап көресіздер. И осы каналда ең кемінде бір жыл, ямаса ең кемінде 7-8 ай уақыт беріңдер, бұл сферада новый болатын болсаңдар. Осы заты жетілістіріп алуға, осы сату сенсті қателестіріп алуға. Оған шекен көмекті асыққаларыңыздың керегі жоқ. Құры жоғалтасылар. Тез таламан деп, бар бүтіңізден айырылуыңыз мүмкін. Бұл нәрсеге қатты тыварлы болып қарайсыздар. Себебі тәжірибелерді көріңлер. Мысалы, бір трейдер қанша табады, 2 сағаттың ішінде пәлен жоқ болады. Себебі адамда мәлім бір, мысалы, ізбе із плюс болғаннан кейін, ізбе із минус болғаннан кейінді не паузалар қылынбаса, өз нәубетінде уақытында жауып, уақытында істей алмайтын болсақ, минуслы халаттарға кеп қалуы мүмкін. Сондықтан тыварлы боласызлар. Бұл каналға өтіп қоясызлар. Енді ақырғы бөлім бұл бізде сұрау жауап. Осы күнге шекем қазіргі түсіндіріп бергендерім бойынша, ямаса қосымша бір сұрауларыңыз болса, жазып қалдырсаңлар болады сұрау жауап бөлімінде. Қазір мен сұрау жауап бөлімін қосамын, жазып қалдырамын. Сол жерде сұраулар болса, берсеңіз болады. И бір 10 минут па сұрау жауап қылам, содан кейін есе толық бір жұмақлаймыз. Адамда ағаш көздікті жеңудің бірден бір жолы бұл только риск менеджмент, һәммей татуғын сол. И қашан біз қанағат деген сезім болады білесіз бе? Капитал қылмас та ол нәрсе. Мысалы, сіз сұрақ беріп жатырсыз қазір. $100,000 балансыңыз бар деп есептаңда. Жылына 20%, ямасы 30% доход қылсаңыз, ол вообще супер көрсеткіш. $100,000-ға бұл 20-30 дегені. Сіз үшін бұл қанағатты тәртіпте болады, табиғи ол анық. Ал енді
$1000 бар деп есеплаң. Жылына сол процент, 20-30% доход қуатсыз. И бірақ ол $200-300. $200-300. Бұл дегені сіз 12 айға сарқылайтын болсаңыз, бір $20 табасыз. $1000 безопасно тартты консерватив трейдер боламын десеңіз. $20. Бір интернетқа емаса, қандайдыр бір обедке кетіп қалатын ақша болады, тұр ма? Демек, капиталдың өз нәубетінде ахметлік орны бар бұл жерде. Сондықтан бұл мәселеде капиталды көбейтуге бар қаратсаңыз, бұл нәрсе автоматик шешіп кетеді ғой, ашкөздік деген зат. Себебі 1 миллион управлять етіп жатқан трейдер менен $100 басқаратын трейдердің майндсетінің ортасында парқ бар. Себебі $1 миллион жауапкершілік болады адамда. Адамда жауапкершілік болса, ол ашкөз болуға хақысы жоқ. А көпшілігімізде майда капиталдар болғаннан кейін де бұл нәрседе ашкөздік, қорқыныш сезімдер болып қалады. Меніңше түсінікті болып деп ойлаймын. Көп стратегия білу лазым ба, яки бір стратегияны зор білген жақсы ма? Конечно, бір стратегияны толық бір мазмұнын түсініп, сол бойынша істеген жақсы деп есеплаймын жеке өзім. SMC туралы түсінік беріп өтін, ол да бір техникалық анализ тұрымы. SMC бұл Smart Money Concepts деген термин, қысқартылған варианты. Оны сол ICT-ді жаратқан адам Майкл Хаддлстон тарапынан жаратылған нәрсе негізі, оның идеологиясы. Просто оны фантом трейдинг, Netflix, және бірнеше трейдерлар жәметтері ол идеологияны үйреніп алып, адамларға курс сипатында пул алды басталған. Яғни маркетинг қылған. Әне сөйтіп, біздің базарда бір анализ бар, үйренсем болады, системада фондлар, солардың жандас ұсылы, манилар, үлкен базарды басқаратын китлары болады, солардың ақшалары смарт мани. Себебі базарда хамеше плюсте болады адамдар. Себебі бүкіл бір даже сделка ашаман десе, ликвид жетпегеннің есесіне сделка ашылмайды. И майдалап ордыр қоюға мәжбүр болып қалады. Соның есесіне кеп шыққан нәрсе ол. Money Concepts бұл просто так ICT-дің бір бөлімдерінің не қылсам болады. Ансатластырылған версиясы. Ол да бір анализлеу түрі. Мен демода арқайын істеймін, бірақ реалға келгенде көп алып райман стопус қоймай көп күтіштіп қолға беремін. Жандасуды өзгерту керек. Яғни, көбінесе мысалы, адамлардың майндсетінде да пікірлеуде. Қанша пікірлеуімізді басқаша тарапқа өзгерте алсақ, жаңа айттым, ол трейдерға парқы жоқ негізі. Трейдер ол демо-аккаунт болсын, ол реал аккаунт болсын, ол іс құралына саз болу керек. Мысалы, мынандай да енді ойымда. Мысалы, сіз хирург болып, адамды не қылуды, операция қылуды, манекенларда әмелге асырып көріп отырыпсызды. Сіз сол манекенді реал базар халат, емесі реал адам деп қашандыр сезіне алмасаңыз, ертең албырап біреуді өлтіріп қоюға шекен барады, ондай дәуірде. Демек, сіз демоны реал базар халатында деп оны тасауыр етіп, алып жандаса алмасаңыз, ертең жаңағыда халатқа алып келе береді. Сондықтан жандасуды өзгерту керек, пікірлеуді, майндсетті өзгертсеңіз, көп нәрсеге ие боласыз деп ойлаймын. SMC анасы классика дейді. Классика өзі көпшілік нәрсенің жаратылуы бәрібір сол бір идеологияға барып тақалады классикаға.
Офлайн курс болса және оқитын едім. Сіздің личкаңызға да хабарласып едім. Да, бізде офлайн курсқа қабылдау бар. Қалесеңіз, оқиман деушілер болатын болса да, личкама хабарлассаңыздар болады. Сол жерде толық хаммасы бойынша мағлұмат беріледі. Офлайн барбір сол атыменен офлайн келіп оқисыздар, келіп 100% реал тәжірибе алу имканиятыңыз болады. Форекс пен криптон парқы неде сауда істеуде? Анализ бір, сол сатып алатығын, сататығын жеріңіз басқа зат. И фундаментал анализ тәріптен парқыланады. Сонысымен бір-бірінен парқ етеді. Сізге қысқаша апой етіп айтатығын болсам. И таби ол жерде классикалық анализдеріңіз бар, сол классикалық анализін сам өтеді. Сол бір анализді бұл жақта да сол білген паттерныңызды, сол білген уровеніңізді пайдалана берсеңіз болады. Ол тәріплерінен бір-бірінен парқ етпейді. Сіз динамик трейдерсіз бе или статик? Бұны турдан-тур өзінің түсінуім бойынша динамика бұл білесіздер, харакетті, статикалық бұл мәлім бір орталықта харакетлену, ямасы харакетсіздік. Көпшілік жағдайда сауда ұсылыма қарап айтатын болсам, тез-тезден сделка ашып, скальпен қылып отыруды онша өзіме туры келеді деп білмеймін. Солықтан статикалық жатсам керек. Офлайн курс болады, да қатынассаңыз болады. Жаңа айтқанда личкама хабарласа бересіздер ол мәселе бойынша. Демек, сұрауларды сол жерде тоқтатамыз, уже бізге берілген уақытта өз жұмағына жетіп жатырды. Сұрауларыңызға меніңше хамме түсінікті тәртіпте ләжі барынша жауап ала алдыңыз деп ойлаймын. Демек, достар, бізде кульминация дейді ғой. Ең ақырғы лайв чатымыздың ақырғы минутлары, уақытлары сіздерменен 3 айға жақын мүддет, енді 3 ай деп айтсам болады, өзге күн қалды. 3 ай мүддеттің ішінде бірге істесіп, алған тәжірибем солардан барат болды. Бұл процесте активлікпенен қатынасып, өзіңіздің активлігіңізді көрсетіп, одан қала берсе инвестумға сеніп, бұл мәселеде қолап қуатлап, және де білім алуыңыздың жолында ақырына шекем тұрып, бұл нәрсені хатсекіміне 85-85-тің ішінен 25 оқушы бар лайв чатта отырған. Демек, 25-іңізсам сол қазір лайв чатта қатынасып атқаларда мақсеті анық болып, бұл жолда харекет етіп атқан оқушылардансызлар. Бұл мәселеде мақсетлеріңіз жолында таймасаңлар, Құда қалесе сол инвестумменен бірге істесуді алдыға қоя беретін болсаңлар, телеграм каналда актив болыңлар, сол жерде біз еле көп істесеміз, еле қылатыған көп проекттеріміз бар. Бұйырса бұл курстың, енді қазір еле ешкімге анық ашқара тәртіпте жариялап айтып отырмадым. Тек қана пікірлеріңізді білген едім. Екінші мәрте қайта көркемдестіруді режелестіріп атырман, онда да өз активлігіңізді көрсетіп, бұнда үлгере алмай қалған сабақтарыңызды онда үлгеріп алып, және бір такрарлау қылып алу имканиятын жаратып қойдым. Бұл нәрсеге бұйырса жақын мүддет ішінде старт беру алдында тұрыппан. Бірінші мақсатым су бастаған ісімді ақырына жеткізіп алайын, су курсты жұмақлап алайын деп режелестіріп отырған едім. Міне, сіздерменен басталған 3 айлық оқу курсымсам өз нәубетінде жұмағына жетті. Хаммеге осы курста актив болып қатынасқан хаммеге өз кезегінде рахмет айтаман. Енді сіз менімен бірге істестіңіз, инвестумның қандай тәртіпте, қандай стильде оқытуын білдіңіз, нелерден барат екенлігін білдіңіз, реал тәжірибені көрдіңіз. Обязательно бұл нәрсені көпшілікке жетіп баруын тәміндеу мақсатында және бір мысалмен курс қыламан деп атырпан міне. Бұл нәрсені көпшілікке енді бұннан көбірек аудиторияға жеткізелік, бұннан көбірек қарақалпақстандықтар бұл нәрседен мақсатты тәртіпте пайдалану үшін
сіздердің қолдау-қуатлауыңыз, сіздердің көмегіңіз әлбетте зәрур. Сондықтан бұл курс сіз үшін пайдалы болған болса, сіз бұнан бір нәрсе болса үйреніп кете алған болсаңыз, өз Instagram стористарыңызда, Telegram стористарыңызда біздерді белгілеп кетесіздер деген үміттемен, и сіз арқылы басқа да жақынларыңыз, достарыңыз бұл нәрсені инвестуммен бірге бейпіл үйреніп, өздерінің білім һәм көлікпелерін жетілдіріп алу мүмкіндігі болады. И және бір нәрсе, сол Telegram каналымызға қосылыңдар, һәмме қосылың, ол жерде актив болыңдар. Бұнан кейінгі келушілерге, бұнан кейінгі бұл сфераға қатынасып жатқанларға бұйырса массовый тәртіптегі оқушылар келіп, или өзінің білімдерін жетілдіреді деп ойлаймын. Айне соларға қосылып, сіз өз білгенлеріңізді, сіз өз көргенлеріңізді, осы күнге шейін алған білімдеріңізді жеткізіп қоюыңыз зәрур деп ойлаймын. Таби Қарақалпақстан халқына да бұл сфераның дұрыс рауаждануы үшін біздердің жәрдеміміз керек. Сондықтан да сіздер бұл процесте актив қатынасасыздар деп есептеймін. И Telegram каналда актив боласыздар, сол жерде әрқандай жаңа пайдаланушыға, жаңа келген оқушыларға өздеріңіздің білім һәм тәжірибелеріңізді турдан туры жеткізіп, қолдап-қуатлап тұрасыздар деген үміттемін бұл мәселеде. Соныңменен, құрметті оқушылар, ытыбарларыңыз үшін рахмет. Инвестум һәмеше мақсатты анықтарменен бірге байланыс үшін номер, Instagram аккаунт қалдырып қойдым, білесіздер. Қандайдыр сұрауларыңыз болатын болса, мен Telegram каналдамын, сол Telegram каналдан тауып алсаңдар болады, болмаса личкама жазыңдар. Түсінбеген сұрауларыңызға әрдайым жауап беруге даярмын. Соныңменен People курсымыз, 3 ай давам еткен People курсымыздың 2-ші бөлімі ой жұмағына жетті. Жақсы күндерде алдағы уақытта көріскенше саламат боласыздар.